Саламатсыздар ма? Біздер бүгін сіздерге қазақтың ұлттық қолөнері ши тоқуды көрсеткіміз келіп тұр. Ши тоқу ол ежелден келе жатқан ата бабамыздың қолданған қолөнері. Оны киіз үйлерде сәндік бұйым ретінде қолданған екен. Жалпы ши ол өсімдік. Ол ши мықты жаңағы ағаш болып шығады. Оны әдейі өсіріп, және жаңбыр жауғаннан кейін жуатын болған себебі оның түбі өте қатты мықты болған екен. Оны әкеліп тазалап, сетін ағалап, осындай әртүрлі ши жасайтын болған. Енді әбілкей екеуміз бүгін көрсететін боламыз неше түрлі бұйымдар. Ол үшін бізге қажет заттарды атай қоя берген. Моншақтар қажет болады. Біздер әртүрлі шиді тоқып жүрген көштер. Оны әр адам өзінің қиялына байланысты жасайды екен, әртүрлі жіптерден жасалып отырады. Оны әртүрлі моншақтармен де сәндеуге болады. Әбілкей екеуміз қазір сізге көрсетеміз. Ол үшін бізге жаңағы айтқан шидің ұзындықтарын әртүрлі етіп алуға болады. Мына кішкентай шиді қазір әбілкей сізге тоқып көрсететін болады. Ол үшін шиді бір-біріне байлап аламыз. Мен әбілкей байлап жіпімізді айқасқан екі шиге орау арқылы сіздер қазір осындай әртүрлі бұйымдар жасайтын боламыз. Бұл біздің бұйымымыздың аты тұмарша қазақ әртүрлінде бөлініп екен. Ол күмбезден қаттауға кездеседі, және де әртүрлі оның белгісін салады екен. Алдын ала қондық қойдық кіргізге, енді осы моншақты беріп ұстау. Міне біздің қойтымарларымызға ең сойдық. Мен қандай қойтымар жасадым? Сенің ше? Кішкентай. Мінекей осылай етіп әдемілеуге болады екен. Әртүрлі істейді. Кімге қалай безендіргісі келеді. Мысалы, мына үлкен қасында кішкентай қойтымарды қойып, осылай етіп төрімізге қоюға да болады екен, немесе астына да іліп қоюға болады екен. Тағы да моншақтарды жан-жағына жабыстыруға да болады екен. Біздер жіптің арасына моншақ салып жүрдік. Ал оны желмен де әртүрлі моншақтармен безендіруге болады екен. Қолөнеріміз ұнады ма саған әбілкей? Тамаша, әбілкей өте жарайсың, қолмен тез жасап, кішкентай қолмен осындай қолөнер жасап шығарды.